Тамаша таңғы лирика. Мына керемет дауыстың иесі кім, білемісіз, Гүлеке? Әрине, Олжас. Қара өлеңді қоңыр үнмен көмкеріп, мәнерлеп оқыған жас бүгін бізде қонақта. Ол жалғыз емес, өзі сияқты поэзияны жаны сүйетін жастарды ерте келді. Таныс болыңыздар, қазақ ақындарының бірегей өлең шумақтарын оқитын қазақ өлеңдері жобасының ұжымы. Бізде қонақта Әли Байжұмат, Әділет Рақымбай, Еламан Әмірғазы, Ардагер Сатпаев, Ардақ Қасымхан және Мадияр Серікұлы. Қош келдіңіздер, жігіттер. Қайырлы таң. Ал, жігіттер. Бұл қазақ өлеңдері деген жоба бір ерекше жоба екен. Бұның авторы кім? Осыдан бастайықшы. Авторы мен боламын. Тамаша, бұл қайдан келген идея? Өзіңіз таныстырыңызшы. Өзім Ардагер Сатпаев. Ардагер Сатпаев. Бұл жобаның келу себебі өзім поэзияны сүйгендіктен арасында түсіріп тұратынмын видео. Бір күні жігіттерден, қыздардан ұсыныс түсе бастады. Осындай түсіресің ғой, бірлесіп түсірейік деген. Содан ой келді, неге бірге осындай қазақтың жігіттері ақыры көп екен, қыздары көп екен оқитын. Бір кенжелеп қалған бір өнердің бірі ғой қазір поэзия деген. Соны неге көтермеске, қазақтың неғып ақындарын қайтадан не істеп жаңғыртып, дәріптемеске деген оймен осындай бір жоба ашу ойға келді. Ал енді бұл жоба керемет. Жігіттер, сіздер әрқайсыңыз әр саладасыздар ма? Жоқ, енді қазір осы жобаның айналасында бір жерде жұмыс істейсіздер ма? Әлде әркімнің жұмысы әр жақта ма? Бастарыңыз қалай қосылды жалпы? Әркімнің жұмысы әр жақта. Бірақ бағытымыз бір дейсіз. Микрофонды ұстасаңыздар, естілмейді әйтпесе. Негізі ресми жұмысымыз әр жақта, бірақ осы қазақ өлеңдері, яғни парақшаға, яғни осы жобаға қатысты болған кезде, видео түсіру керек болған кезде бәріміз басымыз қосылып. Қазақ өлеңдеріне легионерміз дейсіздер. Сіздерді табыстырған, яғни қазақтың қара өлеңі. Бір қызық айта кетсек, біз барлығымыз жан-жақ салада жүрген адамдармыз, бірақ осы қазақ өлеңдеріне келіп, барлығымыз танысып, достасып, қазір жақсы араласамыз. Тамаша. Ал қазақ өлеңдерінде қай ақынның өлеңдері оқылады? Әлде барлық қазақ ақындары ма? Барынша негізінде бақилық болып кеткен, мысалға аты естілмей қалған ақындар. Классик ақындар бар, мысалға Серік Томанов бар, Нарша Ғашағанов бар, өзіміздің алматылық Есенқұл Жақып ағамыз бар. Сол кісілердің Төлеген Айбергенов, ар жағында Мағжан, Ахмет Байтұрсынов аталарымыздың өлеңінен бастап бері қарай Абай, Мұқағали, қазіргі замандағы Қалқаман ағамыз, Серікзат ағамыздың өлеңдеріне дейін барлығы оқыла береді. Жігіттер қалай таптыңыздар? Негізінде жігіттерді әрқайсысын әртүрлі таптым, енді қызық бұл әңгіме. Біреуін Инстаграм арқылы таныстым, біреумен бір жерде дастархандас болып қалып таныстым. Солай, бірақ бұл жоба басталғанға дейін бұл жігіттің ешқайсысы бір-бірімен таныс болмаған. Барлығы осы жобада танысып, бір-бірімізді солай таптық. Ардагер мырза, қазір сізді Ардагер Сатпаев деп таныстырып жатырмыз, бірақ әлеуметтік желіде сіздің лақап атыңыз бар. Тастик болады. Тастик деген, Ардагер деп айтсақ танымай қалуы мүмкін. Неліктен Тастик? Кішкентайымда тіл шыққанымда атын кім дегенде Тастик деп өзіме қойып алғанмын, 2 жасымда. Ардагер Тастик деген қатты ұқсайды негізі. Содан Тастик болып кеттім де, сол күйі үйдегілерде кейінгі достарымда Тастик дегеннен кейін солай Тастик болып кетті. Өзіңіздің кішкентайда қойылған лақап атыңыз, Лақап атым, Жалпы поэзияға қашан келдіңіз, неше жасыңыздан бастап? Негізі бала кезімнен Ысқақ оқудым, Шон Асмахан, Оспанхан Әубәкіров, сол кісілердің ысқақтарын оқып өстім. Кейініректен енді Абайдың өлеңін, Мұқағалидың өлеңін оқымаған адам жоқ шығар. Бала кезімнен оқыдым, солай дамый бердік. Жақсы. Жаңа осыған дейін көрермендеріміздің тыңдағаны және сенің сұрағаның, мына дауыстың иесі кім деп сұрадың ғой? Сол қоңыр дауыстың иесі мына Еламан деген жігіт. Таныс болыңыздар. Еламан, сіз қалай келдіңіз бұл поэзия әлеміне? Поэзия әлеміне жалпы өзім мектеп қабырғасында оқып жүргенімде бұндай өнерім болмайтын. Жоғарғы оқу орнында осы бір қырым ашылды. Сосын өзімнің ұстазым осы өлең бағытында, өлең жазған кезінде өлең жатқа оқитын адам еді, сол кісінің бағыт бағдарымен. Сонда сіздің мамандығыңыз кім? Менің мамандығым техникалық мамандық. Бірақ жан қалауым өзімнің іс-әрекетін, ішкі әлемім осы әдебиетке, өнерге жақын болды. Сол бағытпен жүрдім, өз жан қалауыма құлақ түріп, және осы жігіттермен танысып. Негізі өте сәтті жоба. Шында да кез келген мұнай саласында істейсіз бе, инженерсіз бе, басқасыз бе, бірақ қазақ өлеңдері дегенде топтасып, біздің ақындарымызды, біздің қара өлеңдерімізді дәріптеу
ол біздің бір перзенттік парызымыз сияқты болу керек сияқты, иә. Сол тарапта жігіттерге өте сәттілік және алғыс ризашылығымызды білдіргіміз келеді. Жігіттер енді кім қанша өлең біледі? Осы жоба аясында кім қанша өлең жаттай алды? Ең ұзақ жаттаған өлеңдеріңіз? Олжас менің бүйрегім бұрып тұр. Жаңа ғана жаңалықтарды оқып келген. Ол жақтан жүгіріп осында келген біздің Әділет таңғы жаңалықтардың жүргізушісі. Әділет мырзаға, әріптесімізге сөз берейікші. Ассалаумағалейкум. Қанша өлең жатқа білеміз? Енді бір азды көпті бір 20-30 өлеңдей бар ау. Жатқа? Міне дауыс, міне керемет. Мынадай дауыспен өлең оқымаудың өзі де бір күнә ғой. Иә, ал Әділетте 20-30. Ең ұзақ өлең кім жаттады жігіттер арамызда? Ондай статистика жүргізбеппіз біз. Ондай жүргізген жоқсыз. Али деген жігіт күліп тұрған сияқты. Алиден сұрайықшы. Мен жігіттердің қанша өлең білетінін білмей тұрмын ғой, содан соң айтып алған қайсынап тұрмын. Бәрімізде сол бір. Айтсам аз болып қаламын. Иә, айтсам аз болып қалман. Кім айтады, содан асырып айтайын. Сіз қанша өлең білесіз, Али? Бізде де сол жоба бір 40 шақты, бір 50 шақты өлең шығар. Менің рекордыма жақындап қалыпсыз. Иә, солай екен. Өйткені мектеп қабырғасынан бастап есте қалып қалған өлеңдер көп. Мұқағали, жалпы Абай оқулықтарына қатысып жүрген кездегі. Ол кезде енді біраз өлеңдер жаттықтық. Есте қалғаны қазір нақты айтып бере алатынбыз. Сол бір 50 шақты шығар енді сол кезде. Али, енді сіз де өзіңіз таныстыра кеттіңіз мамандығыңызды. Өнерге жақын екеніңізді білеміз, иә, әлеуметтік желілерден. Әлеуметтік желі деген қазір жақсы болды, бәріміз жақындандырады. Негізгі мамандығым мен байланыс желілері және коммуникация, бірақ енді ол мамандық бойынша жұмыс жасамаймын. Жалпы енді бір бүйіріміз осы мәдениет. Осы жерде журналистика немесе филология факультетін бітірген жігіттер бар ма? Бар. Мен. Иә, таныстырыңыз өзіңізді. Есімім Мадияр, менің негізгі бірінші мамандығым юриспруденция, заңгер мамандығы, екінші мамандығым қазір журналистика. Журналистика не үшін таңдадыңыз? Негізі бала кезден журналистиканы қалағам өзім, бірақ мектеп бітіргеннен кейін бағдарым өзгеріп, жаңағы атам бар, әкем бар, заң саласында болғаннан кейін, ол заң саласына түсіп, осы саланы қуалаймын деп ойлағам, бірақ нәтижесіз болды. Бәрібір бүйрегіміз бүркіреп, үлпілдеп, журналистиканы таңдап, осы салаға қазір қызмет жасап жатырмын. Енді мен қорытынды бір сұрақ қояйыншы, Олжас. Жігіттерге мен көп сұрақ қойып кеттім ғой деп, Олжас үндемей қалдым мына жақта, кешірім өтінемін. Жігіттер келсе, біздің Гүлбаршынның сұрақтары деген, керемет енді. Қыздар келсе, Олжас жабылмайды. Сондықтан біреуге сіздің уақытыңыз. Жақсы. Өзіміздің әріптесіміз Әділеттен сұрайын деген едім. Жалпы сіздің дикцияңыз өте орынды қойылған, даусыңызды арнайы, даусыңыз ерекше негізі. Көрермендер де сіздің даусыңызды бірден таниды. Даусыңызды арнайы, маған ұнайды, көрерменге де ұнайды сіздің даусыңыз. Даусыңызды арнайы қойдыңыз ба? Арнайы мамандармен жұмыс істеп, жоқ әлде? Негізі мен мамандығым сөз сөйлеу жанрының артисі деген 2011 жылы Темірбек Жүгенов атындағы өнер академиясында ашылған алғашқы группа. Сол жерде арнайы кәдімгі осы диктор мамандарын дайындайды. Ұстазымыз Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Дариға Тұранқұлова. Сол ұстазымызда 6 жыл тәлім алып. Дариға апайдың түлегі екендігі көрініп тұр. Сол кісімен осылай дауыс қойып берді. Дауысыңды күтесің ба өзің арнайы? Салқын су ішпей деген Әрине, қалай күтесің? газды су ішуге болмайды, салқын су ішуге болмайды. Мүлдем ішпейсің? Ішпеймін. Қатты ыстықта болмайды. Бет алайғаны болмайды. Иә, сосын таңертең тұрғаннан жігіттер ол кейін. кеңесті біле ме екен? Біледі. Енді бұл жігіт арнайы маманнан оқып бітірген жігіт. Сіздер де солай дауыстарыңызды күтесіздер ма? Жақсы, жігіттер, енді бәріміз жаңа қазақ өлеңдері жобасындағы бәріміз біріккен жігіттеріміз. Қазір енді сол өлең сұрайық енді жігіттерден. Қазір былай істесек бола ма? Біріміз бастап, ары қаратай жалғастырып әкете беретіні. Бір өлеңді ма? Иә. Көрейік, бір өлеңді. Микрофонмен кезектесіп өздеріңіз шешіңіздер, кім бастайды? Бір жағымыздан бастап былай қарата жүре берсек бола ма, жоқ әлде былай кетесіздер? Мадияр журналистиканы оқығанмен былай қараса Мадияр бір банк саласының бір Форбстағы жігіттер сияқты. Оның процесі. Иә. Біраз активтер бар сияқты. Жақсы. Мынау сіздер жасап жатқан акцияларыңыздың өзі Олжас жаңа менің ғана емес, жалпы бұл әйел қауымының, қыздардың көңілін аудару үшін жасалған бір арнайы шара сияқты. Солай емес па жігіттер? Қазақ аруы сияқты жоба болып тұр маған деп қойсаңыз. Иә. Әлеуметтік желіде де мысалы сіздер танымал болып қалдыңыздар. Елдің назарын аудару жоба емес, бұл жаңағы рухани жаңғыру аясында ұлттық мүддемізді дәріптеу мақсатында құрылған жоба ғой. Қазақтың қара өлеңдерін қазіргі кезде насихаттап, жастарға, кішкене өзіміз замандастарымызға. Бәрекелді. Жақсы, рахмет жігіттер. Бір нәрсе айта кетейін.
біздің топта жалғыз жігіттер емес, қыздар да бар. Сосын тағы бір ерекшелік, жігіттердің барлығы әр қаладан. Қазір бізде Астанада бар жігіттермен шықтық. Осы жерге Ақтаудан қыздары бар. Сонда топта қанша қыз жігіт бар? Жалпы 10 біз. 10 шақтысыздар, е? Қанша қыз бар сонда? 6 жігіт. Осы 6 жігіт, және сіздерде қатарларыңызда 4 қыз бар, е? Қыздарды тастап кеткендеріңіз қалай болды? Енді ол кісілер себептермен алыста, қазір бір кісілер оқуда жүр, бір кісілер басқа қалада. Жақсы, келесі жолы онда бірге келесіздер, е? Бәсек маған мынандай болып тұр, бір сетевой поэзиялық маркетинг сияқты да. Тамаша. Ал енді өлеңге кезек берейік. О адамдар, біргемін мен сендермен, ықыласыңа еш нәрсені теңгермен. Сендер менің бақытымның бұлағы, сендер менің дарыныма жел берген. Өздеріңмен өмір шыңын бірге астым, жарты құртты бөліп жедім, сырластым. Дүниеге келгенім жоқ шет жүріп, рахатын ойлау үшін бір бастың. Менің үшін бірдей тілің жанысың, көбің ана, көбің аға інісің. Достық өскен, бірлік өскен ортаңа, енген сайын кеңей түсер тынысым. Не кездесе өздеріңмен көрмекпін, қарапайым адамдары еңбектің. Барлығында бағыштар ем сендерге, махаббатын маған берсе жер көктің. Қолыңнан қала тұрса тас қаланып, құдіретіңе табынса аспан алып, сен жасаған бақытты көре тұра, сені сүймеу не деген масқаралық. Алдымнан өткен емес жол кесіліп, келемін демеуіңмен өрге шығып. О адамдар, ғафу өт шалыспассам, кешіріңдер мендікі пендешілік. Бәрекелді, тамаша жігіттер, рахмет. Енді қазір Олжас жігіттермен ойын ойнасақ, е? Иә, жігіттермен былай болсын. Студияға келген қонақтармен біздің жігіттер жаңа неше түрлі енді бірі 40-50-ге дейін өлең біледі, бірі 30-20 өлең білетін жігіттер ғой. Бұл енді біздің таңертеңгілік бағдарлама болғаннан кейін бір кішкене бір көңілдірек болсын деп біз қазір Гүлбаршын екеуміз мынандай смайлик ұстап отырмыз. Біреуі қатты күлген, біреуі кішкене мынандай мұңды көзден жас акқан. Кішкене емес, енді қатты мұңды сияқты мына Олжас. Сондықтан біз қазір смайлик көрсеткенде, мысалға күлген болса, осы көңілді поэзиядан, егер мынандай мұңлы поэзияны мына смайлик белгілейді. Сондықтан яғни әркім әр поэзия. Осы смайликтің көңіл күйіндегі өлеңді жалғастырып кетуіміз керек қой. Сондықтан енді 40-50 өлең білетін жігіттерге бұл енді қиын болмайды деп ойлаймыз. Сонымен бірінші неден бастаймыз? Көңілдіден бастайық. Бізде смайлик аз емес пе? Бізде смайлик ала салайық. Мен екеуін ғана алған едім, бірі мұңлы, бірі енді мына жерде ортадағы көңіл күйді белгілейтін мынандай смайликтерген сіздер өлең таппай қиналар ма екенсіздер деп ойлап тұрмын. Табамыз ғой. Кет дегендеше бірінші көңілден бастайық. Көңілді кім басты? Көңілдісі ғой. Бұл енді бір сондай бір жадыра. Көңілді енді махаббат көңілді ғой, махаббаттан бастайық. Махаббат мұңды деуші еді ғой. Кімнің махаббаты қандай? Кеттік ендеше. Сүйеді екем сені мен, артық көріп көктеменің лебімен. Сен туралы жырлайды екем құс біткен, махаббатты алып ұшып көгімен. Ай, сіздер махаббатты қалай қылып жібердіңіздер? Енді мұңды ғой, махаббаттан мұңды. Былайда көріп па? Жанымды менің сілгілеп, сүйіктім кетті басқамен. Кездескен сайын бүртілеп, гүлім деп шуақ шашқан ем. Күңгірт түндерде нұр берген, айым сенің аспанең. Сыр бермеген боп жүргенмен, булығып жатам жасқа мен. Эмоция қайда, Еламан? Ал мына смайликке қандай өлең оқисыздар? Мынау ашулы ғой деймін мына смайлик. Алидің түріне ұқсап тұр. Айтатыныңды ішімнен сездім. Біліп те жүрген өзімде. Не шығар еді түсінген кездің, түсінбегеннің өзінде. Бірден өзгерер ме еді көктем боп қайта күзіріңім. Бақытты қойшы өзгелердегі. Бағымда сенен іздедім. Ләйлі түлкі түт өзімімді ұрлап ішінде қоңалқығанның өзіңді қайдам, өзімді тұрмақ, өзімді жоғалтып алдым. Смайликті көре қалсаңыздар бірден өзгеріп кету керек. Өлең жалғастырып кетеміз бе? Иә, жалғастыруға да болады. Әріптесіңізге берсеңіз де болады. Күліп ұсынсаңыз да болады. Кезекпен келе жатырмын. Ондай қатты күлетін жоқ екен менде. Кімнің жанры қандай екені көріне бастады, е? Мен сені жақсы көрем.
емес бұл жігіт желік. Мен сені жақсы көрем, үмітсіз үміттеніп. Бір үміт мені алдан шақырды. Жүрегіме жаздым атыңды, сөндіріп алмаш тек өтінем отымды. Таңғалу. Көктемелі емеспіз қызғанамыз. Данышпан да емеспіз біз баламыз. Басымызға болмашы бақыт келсе, өзгелерден өлердей қызғанамыз. Қызғанамыз, 5 жасар баладаймыз. Жақын достың жүрегін жаралаймыз. Бар әлемнің алтынын тілеп оған, іштей олай болғанын қаламаймыз. Көп рахмет жігіттер. Тамаша рахмет сәттілік. жігіттер. Мына шында да болсы керемет жобаның аясындағы жігіттерге тек қана алғыс айтамыз. Шығармашылық табыс тілейміз сіздерге. Рахмет көп. Баршаңызға сәттілік. Үлкен рахмет. Ал біз бағдарламамызды әдемі бейнебаянмен жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.